Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында кекс дайындауды көрсетпекшімін. Қажетті ингредиенттерді описание бөліміне жазып қоямын. Өте жұмсақ, үлпілдек болып піседі. Ал бисмилля деп жасайық. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстіне қантты қосып, ақ болып көтерілгенше венчикпен араластырамыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Оның үстіне сүт қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Жақсылап араластырып аламыз. Содан соң сұйық май қосамыз. Сұйық майды да жақсылап араластырып алып, ұнымызға разрыхлителімізді қосып, ішінде араластырып аламыз. Ұн міндетті түрде електен өткен болуы қажет. Осы ұнды екіге бөліп, сұйық массамызға қосамыз. Сонымен бізде тесто дайын. Осы тестаны 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Каждый формаға бір ас қасықтан толтырып салсаңыздар жеткілікті. Мен вареный сгущенка қостым. Ол өздеріңіздің қалауларыңызша, тіпті ештеңке қоспай жасасаңыздар да дәмді болады. Міне достар, осылай болып шықты. Қазір ортасын көрсетейін. Көріп тұрғандарыңыздай воздушный болып, жұмсақ болып пісті. Осы рецептпен жасап, балапандарыңызды қуантсаңыздар болады. Сгущенкасы бар ішінде. Ас болсын.